Жаңбыр таң атқаннан бері сіркіреп тұрды. Бірде баяу жауса, бірде тереземен шатырды қатты сабалады. Марина ескі қыстаудың кішкене үйшігінен өзіне өзі ұрсып атып шықты. Оңбаған-ай, неге су толтырып алмадың екен? Енді жаңбырдың астында жүгіруге тура келеді. Ол ағынды өзенге дейін жүгіріп барып, 2 шелек толы су алды да, сулы шөптің үстімен әрең көтеріліп, үйге қарай ақсаңдай басты. Үйге кіріп, су болған орамалы мен күртесін шешіп, пешке жақынырақ жіп келді. Міне, қазір су жылытамыз, ботқа пісіреміз, шай демдейміз, деді ол. Жалғыз серігі жирен мысық иесіне жақтырмай қарап тұрды. Мысықтарға шайда, ботқа да керек емес қой. Ал балықтан ол бас тартпас еді. Тек Марина бүгін жаңбырда су болғысы келмей, тор құрмаған болатын. Далада қарая бастады. Ол шамды жағып, басын шайқады. 1-2 аптадан кейін азық-түлік қорын толтырып, батарея сатып алу үшін адамдарға ауылға бару керек болады. Бірақ әзірге осы жайлылықты тамашалауға болады. Сыртта суық, ал үйде отынның сытыры, мысықтың мияулауы және хош иісті шай. Жаңбыр бұрынғыдан да қатты сабалай бастады. Алдымен әйнекті, сосын есікті қақты. Қызық, жаңбыр ма, әлде бұршақ па? Бүгін қиярдың қалғандарын ұрып кететін шығар, деп басын шайқады Марина. Бізді кіргізіңізші, деген дауыс кенеттен естілді. О, құдайым! Марина селт ете қалды. Ол ең жақын ауылға дейін орман соқпақтарымен 1 күндік жол екенін жақсы білетін, сондықтан түн ортасында бұл жерде ешкім болуы мүмкін емес еді. Өтінеміз, бізді кіргізіңізші, деп тағы бір дауыс сұрады. Маринаның жүрегі зу ете қалды. Дауыстар анық балалардікі еді, ал түнде тайгада кішкентай балалардың жүруі оның басына мүлдем кіріп шықпайтын нәрсе. Ол есіктің ілгегін ашып, аң-таң болып тұрып қалды. Оның алдында өзінің 2 кішкентай көшірмесі, егіздер, қыз бен ұл тұрды. Екеуі де дәл өзі сияқты. Ақшыл жирен шашты, жасыл көзді, дөңгелек бетті. Сендер қайдан келдіңдер? Деді әйел не айтарын білмей. Біз адасып кеттік, деп жауап берді ұл бала, қарындасын кез келген қауіптен қорғағандай алдына шығып. Тез кіріңдер, су болып кетіпсіңдер. Марина есін жиғандай абыржып кетті. Қазір киімдеріңді ауыстырып тамақ ішеміз. Марина олардың су болған киімдерін шешіп, балаларды құрғатып, екеуіне де қалың жемпірлерін кигізді. Сәнді болмаса да құрғақ, таза әрі жылы еді. Аттарың кім? Деп сұрады Марина, қыздың шашын сүлгімен сүртіп жатып. Мен Таниямын, бұл Егор. Біз егізбіз, жақында 7-ге толамыз, деп түсіндіре бастады бүлдіршін. Сендер бұл жерде қалай тап болдыңдар? Біз кеше Аня тәтемен базаға келдік, тығылыспақ ойнағымыз келген, сосын адасып кеткен сияқтымыз, деді қыз. Иә, орманда бұтаның астында ұйықтауға тура келді, деп жалғастырды Егор. Ал таңертең жаңбыр басталды, біз Аня тәтені іздеп шықтық, деді Таня. Марина балаларға мұқият қарап. Ал аналарың қайда? Деп сұрады. Бізде тек әкеміз бен Аня тәтеміз бар, деді Егор нық дауыспен. Менің ұйқым келіп тұр, деді кенеттен Таня. Тамақ ішпейсің бе? Жоқ, біз таңқурай жеп алдық. Марина үйдің ішіне көз жүгіртті. Үйшік кішкентай, ең көбі 2 ересек адамға орын жетеді. Кереует, үстел және кең орындық. Бар жиһазы осы. Ол кереуетке таза жайма төсеп жатқанда, балалар үстел басында ұйықтап қалды. Маринаның өзі орындыққа жатты, түні бойы дөңбекшіп шықты. Қатты, үйреншікті емес, оның үстіне балалар мазасыз ұйықтады. Таня түсінде ақырын қыңсыласа, Егор бірдеңе деп күбірледі. Таңертең Марина ботқа пісіріп, балаларды ақырын оятты. Анашым, деп күбірледі ұл бала түсінде, сен келдің бе? Бұл сөздерден Марина селт ете қалды. Оны ешкім ешқашан ана деп атаған емес. Баяғыда отбасын құру туралы арманы күйреген болатын. Сонымен бірге оның жаны да миллиондаған ұсақ бөлшектерге бөлініп сынған еді. Марина балалардың алтын түстес шаштарынан сипады. Таня мен Егор ұйқылы ояу күлімсіреп, кішкентай мұрындарын тыжырайтты. Марина да балалардың сондай жақын, әрі сондай бейтаныс жылы иісін жұтып, жымиды. Бірінші болып Егор оянды. Ол кереуетте отырып, жан-жағына қарап, қабағын түйді. Қайырлы таң, деп жымиды Марина.
Сендер менің қыстауымдасыңдар. Кеше түнде осында келдіңдер. Сәлеметсіз бе деп жауап берді ұл бала тұнжырап. Неге сонша ашулысың? Деп күлді Марина. Тәтемізден ұрыс еститін болдық. Бізді іздеп жатқан шығар. Иә, міндетті түрде іздеп жатыр. Ал әкең қайда? Әкем бұлттардың үстінде. Деп жауап берді оянған Таня ақырын ғана. Марина не айтарын білмеді. Ол бейтаныс әйелдің балаларын іздеп тайгада жүгіріп жүргенін және оның үмітсіздігін көз алдына елестетті. Содан кейін оны естеліктер толқыны басып қалды. Баяғыда өткен өмірінде Марина 20 жаста болғанда Ванямен танысқан еді. Жігіт ауқатты отбасынан болса да, онымен ешқашан мақтанбайтын. Маринамен кинотеатрда танысты. Олар құрбысы екеуі попкорн сатып алып жатқанда, қастарына Иван мен оның ағасы Глеб келді. Қыздар, танысуға бола ма? Бәрі қарапайым басталды. Танысайық деді Марина немқұрайлы иығын қисайтып. Мен Иванмын. Бұл Глеб. Мен Маринамын. Бұл Вика. Таныстығымыз үшін сусындарыңызды төлеп берейін деді Иван. Рахмет, өзіміз де төлей аламыз деп Марина оның бетін қайтарып тастады. Қойсаңызшы, бұл жай ғана жүгері ғой. Рұқсат па? Жақсы, байқап көр. Тағы балмұздақ алайық. Иван қуанып кетті. Кинотеатрда төртеуі қатар отырды. Марина сол кезде Иван мен Глебтің ағайынды болса да бір-біріне ұқсамайтынын байқады. Глеб қара шашты, қоңыр көзді, ал Иван өзі сияқты алтын жирен шашты және көк көзді еді. Ол жігіттерге білдіртпей қарап отырмын деп ойлаған, бірақ бірінші болып Глеб сөйледі. Күмәнданба, біз ағайындымыз, тек егізбіз. Мен әкеме тартқанмын, ал Ванька анама тартқан. Мен күмәнданған жоқпын, жай ғана. Деп Марина сөзін аяқтамады. Иә, біз үйреніп кеткенбіз. Глеб Маринаға мұқият қарады. Сол сәтте оның ішінде бәрі асты үстіне түскендей болды. Бойжеткен өзінің ғашық болғанын түсінді. Сезімдері тез дамыды. Күн сайын Глеб гүлмен не кәмпитпен келетін. Ваня да олардың жатақханасына Викаға келіп тұратын, бірақ кәмпиттің орнына ол бір кесек ет, не көкөніс жеміс әкелетін, жарма қорын толтырып беретін. Марин, бұл әділетсіздік. Бірден екі жігітті баурап алдың деп күлетін Вика. Вика, сенің стасың бар ғой. Бұл екеуі саған неге керек? Маған қайсысы көбірек ұнайтынын таңдай алмай тұрмын. Иван да ал, онымен ешқашан аш қалмайсың. Бірақ Глеб сондай әдемі, маған сондай жақсы қарайды деді Марина ойланып. Есесіне Иван қамқор. Глеб тек көңіл көтеруге жақсы, бірақ ол байсалды емес. Міне, Ваня тамаша жар болады. Гүл тасымаса да ақыры сөрені шегелеп берді, азық түлік әкеледі. Осы сен стипендиямен жиі ет сатып ала аласың ба? Жоқ, әрине деп жауап берді Марина. Міне, Ваняға бәрібір емес. Ол шаруа қор. Мен соны таңдар едім. Бірақ Маринаға мереке сыйлықтар керек еді, ал жалықтыратын тұрмыс емес. Соңында ол Иванның бетін қайтарды. Сен менің бауырыма жақсы әсер еттің. Әкеміз оны басқа аймақтағы филиалды басқаруға көндіре алмай жүреді. Ванька бас тартып жүрген, бірақ қазір заттарын жинап кетіп қалды. Демек, менің кесірімнен бе? Деп шошыды Марина. Жоқ, неге сенің кесіріңнен? Сенің арқаңда. Енді әкем ұлдарының біреуі болса да бір нәрсеге қол жеткізгеніне тыныш. Глеб жымиды. Ал бұл нені білдіреді? Бұл біз екеуміз еш нәрсеге алаңдамай үйлене аламыз дегенді білдіреді. Сен маған ұсыныс жасап тұрсың ба? Неге жасамасқа? Бізге бірге жақсы ғой. Үйлену тойын кейінге қалдыруға тура келді. Бір аптадан кейін Марина жүрегі айнып оянды. Кейде жағдайы сондай нашарлайтыны сонша көз алды бұлдырап кететін. Вика, кеше Глебпен суши барға бекер барған сияқтымын. Маринаның түсі сондай бозарып кеткені сонша, құрбысы жедел жәрдем шақырмақ болды. Уланды деп ойлайсың ба? Иә, 100% сенімдімін. Солай болсын, құрбым, сен бүгін университетке барма. Белсендірілген көмір іш. Жағдайың нашарласа, қоңырау шал деді Вика.
Марина уланғанда істелетін халықтық емдердің бәрін жасады. Кешке қарай сәл тәуір болды. Бірақ таңертең бәрі қайталанды. Жақсы, кеше суши, ал бүгін не болды? Деп Вика қабағын түйді. Өзімде түсінбеймін. Тыңдашы, сенің аяғың ауыр емес пе? Деп Вика жымиды. Жоқ, күнтізбе бойынша бәрі дұрыс сияқты еді. Бәрібір тест алып келейін. Бір сағаттан кейін қыздар үстел басында тестке қарап отырды. Бір сызығы анық, екіншісі әрең көрінеді. Оны қате деп санауға болатын еді. Тағы біреуін жасап, дәрігерге жазылу керек, деді Вика. Дәрігерге не үшін? Деді Марина. Егер расымен солай болса, дәрігер токсикозды қалай басу керектігін айтады. Екінші тестте дәл солай көрсетті. Глебке айту керек шығар. Марина жақында ана болатынына қуанарын не мұңаярын білмеді. Әрине, айт деп келісті Вика. Үйленбекші едіңдер ғой. Иә, Глеб маған жүзік сыйлаған. Марина қолын созып, сыйлыққа сүйсіне қарады. Онда оған қоңырау шал. Жоқ, кешке кафеге барамыз, сол жерде айтамын. Марина кездесуді әрең күтті. Глеб балалы болуды армандайтынын, әсіресе әкесі немерелі болса қуанатынын талай айтқан. Сондықтан Марина бұл жаңалықты ерекше жеткізгісі келді. Мерзімі өте кішкентай болса да, ол ұялмады. Марина, сен бүгін кереметсің. Глеб оған тамсана қарады. Өзіңе не істегенсің? Жайқалып тұрсың. Мен саған қазір бір нәрсе айтамын, сен де жайқалып кетесің, деп қыз жұмбақтай жымиды. Ол не? Мен әке боламын ба? Деп Глеб қалжыңдап сұрады. Таптың. Деп Марина таңғалды. Шынымен бе? Деп жігіт есеңгіреп қалды. Енді ол да қуаныштан нұрланып кетті. Иә, деп Марина ақырын жауап берді. Мерзімі қандай? Білмеймін, әлі клиникаға барған жоқпын. Олай болса былай. Сен ең жақсы дәрігерге қараласың. Ертең келісіп, бірге барамыз. Жақсы, деп келісті Марина. Үйлену тойын әзірге тоқтата тұрамыз. Артық күйзелістің не керегі бар? Оқуды да кейінге қалдыру керек, әйтпесе сессияда немесе диплом қорғағанда бірдеңе болып жүрер. Глеб, мен бәрі жақсы болатынына сенімдімін. Марина, маған сабырлы, сұлу жар және дені сау балалар керек. Ол келісті. Ақыр соңында әйел отбасына, балаларына қамқорлық жасау үшін, әлемді күлкісімен көркейту үшін жаратылған емес пе? Алғашқы тексеруде Маринаның тез салмақ қосуымен жүрегінің айнуы оның егіз күтіп жүргенмен байланысты екені белгілі болды. Мұны естігенде Глеб қуаныштан секіре жаздады. 2 есе бақыт па? Жоқ, 3 есе. Деп айқайлады ол балаша. Неге 3 есе? Деп Марина таңғалды. Өйткені сен менің бірінші бақытымсың, сосын тағы 2 бала. Дәрігерлер Маринаның болашақ ана болуға жауапкершілікпен қарағанын үнемі айтып отыратын. Ал ол күн өткен сайын өзін нашар сезіне бастады. Мәселе жүктіліктің ауырлығында емес, Глебтің қарым-қатынасында еді. Ол бұрынғыша мейірімді, қалжыңдайтын, іштегі сәбилермен сөйлесетін, гүлдер мен сыйлықтар әкелетін. Бірақ Марина оның ойы басқа жақта екенін сезетін. Ол 5 айлық болғанда Глеб алғаш рет қонуға келмеді. Таңертең әкесінің қасында болғанын айтты. Бірақ мұндай жағдайлар жиілей бастады. Және әр келген сайын Глебтен бөтен әтірдің иісі шығатын. Сәбилер мерзімінен бұрын дүниеге келді. Марина Глебке хабарласпақ болды, бірақ ол тұтқаны көтермеді. Ол үмітсіздікке түсті. Сондай маңызды күні оның қасында болмағаны өкінішті еді. Маринаны босану залына апарып жатқанда ол ауырсынудан және қорқыныштан жылады. Марина өзін жалғыз, қорғансыз сезінді. Сабыр ет, деп медбике оның қолынан сипады. Бәрі осыдан өтеді. Мен қорқамын. Бұл қалыпты жағдай. Сенің әлі балаларың жоқ қой. Ал балаларыңа қалай екенін елестетші. Оларға да үлкен жұмыс, дүниеге келу күтіп тұр. Бірақ қазір олар сенің қуанышыңды емес, қорқынышыңды сезіп тұр. Оларға да қорқынышты. Оларға көмектесейік пе? Бұл сөздер Маринаны бірден тыныштандырды. Ақыры оның балалары 5 минут айырмашылықпен дүниеге келді.
Жаңа туған нәрестелерді Маринаға бергенде, ол олардың соншалықты кішкентай болғанына таң қалды. Егіз болғанда бәрі солай болады деп акушер күлді. Ал қызылдығы кете ме? Әрине. Оларды тағы 1 минут ұстауға бола ма? Ұстай бер деп акушер басын изеді. Марина сәбилерінің иісін жұтып, ғажайыпқа сене алмады. Жаңа ғана іші үлкен еді, ал қазір қолында 2 кішкентай шарана. Пысылдап, ұйықтап жатыр, сондай ыстық әрі жақын. Ал енді демалуың керек. Осы жерде 3 сағаттай жата тұр, сосын мен келіп, палатаға апарамын деді медбике. Рахмет деді Марина. Балаларды қашан әкеледі? Асықпа деп күлді медбике. Жуынып, есіңді жинаған соң әкеледі. Сендер енді ешқашан ажырамайсыңдар. Бірақ ойлан, мүмкін түнге балалар бөлімінде қалдырған дұрыс шығар. Өзіңде демаласың, балалар да бақылауда болады. Жоқ, оларды тезірек көргім келеді. Олардың денсаулығы жақсы ма? Иә, толықтай. Бірақ не 2 сағаттан кейін, не 5 сағаттан кейін, не таңертең балалар да келмеді. Марина уайымдай бастағанда палатаға Глеб кірді. Марина, тек уайымдамашы деді ол есіктен кіре бере. Балаларға не болды? Деп ана жүрегі бірден сезді. Олар реанимацияда. Бірдеңе дұрыс болмады, бірақ оларды құтқаруы керек деп Глеб оны жұбатпақ болды. Есік қағылды. Табалдырықта 3 дәрігер мен медбике тұрды. Марина, деп дәрігер үлгерді. Аспан мен жер орнын ауыстырып, аяғы жерге тимей, ол қараңғылыққа еніп кетті. Ол түн ортасында есін жиды. Оған терезе сыртында қасқыр ұлып жатқанда естілді. Сосын қасында біреу. Неге сонша тоқтамай ұлып жатыр? Шыдау мүмкін емес деді. Сен оның орнында болсаң, қалай боларың белгісіз еді. Әне, қара көзін ашып жатыр. Марина әрең дегенде көзін ашты және түсінді. Терезе сыртында қасқыр ұлып жатқан жоқ. Ол өзі еді. Оның жанында бүкіл ғалам құлап түскендей бос кеңістік орнады. 3 күннен кейін Глеб келіп, оны үйге алып кетті. Марина балаларға дайындаған бөлмеде 2 бесік, жөргек үстелі, түрлі түсті шарлар тұр еді. Бірақ енді бұның бәрі не үшін? Енді ғана туған 2 әлем жоқ болып кетсе. Марина бесіктердің бірінің қасына еденге отырып, кішкентай ойыншық итті қолына алып, оны құшақтап жылады. Мен жалғызбын, түсінесің бе, жалғызбын. Менің сәбилерім жоқ деп егілді. Бөлмеге Глеб кіріп, қасына отырып, иығынан құшақтады. Сабыр ет, біз бәрін жеңеміз. Марина көз жасынан қажып, оның иығында ұйықтап қалды. Келесі түні Глеб болмады, ал ол түскі уақытта үйге келгенде, Марина одан ішімдікпен баяғы бөтен әтірдің иісін сезді. Глеб оған жиіркенішпен әрі аяушылықпен қарады. Неге отырсың? Әлі түсінбедің бе? Саған бұл жерде ешкім қуанышты емес. Заттарыңды жина да, қайда барсаң онда бар. Не? Маған балаларымды сақтай алмаған әйел керек емес. Болған іске сен кінәлісің. Менің енді басқа адамым бар. Біз бүгін Ахатқа арыз бердік. Марина өте әлсіз еді және ештеңе істей алмады. Сонда Глеб бір жерден үлкен ала сөмке шығарып, оның заттарын соған салып тастады. Сосын оның қолынан ұстап, кіреберіске сүйреп апарды. Лифт бірден келді. Марина олардың қалай төменге түскенін және Глебтің оны қалай таксиге отырғызғанын да түсінбей қалды. Ол алдына қарап, тек 2 кішкентай нәрестенің бейнесін көрді. Олардың пысылдағанын естіді, иісін сезді. Бәрі дұрыс па? Сен мені естіп тұрсың ба? Ішіп алғансың ба не? Таксистің айқайы оның әлемін бұзды. Мен не деймін? Осы жерге түсіріп кетсем, жақсы ма? Иә. Көлік тоқтады. Марина шығып көзі қайда қараса, сонда қарай жүрді. Ей, тоқта. Жүргізуші оны қуып жетіп, үлкен сөмкесін қолына ұстатты. Ол телефонын алып, құрбысына қоңырау шалды. Сәлем. Мені Глеб қуып жіберді. Сен қайдасың? Білмеймін. Жан жағыңа қарашы. Бір үйлерді көріп тұрсың ба? Иә. Шығыс, Восток деп жазылған сауда орталығы. Орныңнан қозғалма.
Жарты сағатта жетемін. Марина сол жерде тұрды. Сосын ол өзін үздік құрбысының ас үйінде отырғанын көрді. Келесі 2 ай оның өмірінен жоқ болып кеткендей болды. Содан кейін тағы бірнеше ай ол қайтадан өмір сүруді үйренді. Балаларды немесе бақытты жұптарды көрген сайын жүрегі ауырсынудан тоқтап қалатындай болатын. Вика, мен бұдан әрі шыдай алмаймын. Сәлден соң жынды болатын шығармын. Марина, мен бір нәрсе ойлап таптым. Біз келесі демалыста жорыққа шығамыз. Келісесің бе? Жақсы. Солай Марина алғаш рет тайгаға келді. Тиісілмеген табиғат оны емдеп күш берді, бірақ қалаға оралу жанын қайта жаралады. Вика, баяғыда гид бізге тайгада қыстаулар бар екенін айтқаны есіңде ме? Иә, есімде. Маған оның телефонын бере аласың ба? Марина гидпен сөйлесті, ол оны қыстаулардың біріне апаруға келісті. Бір күндік жол, айнала тыныштық. Үйшік кішкентай, мықты. Ол жерге аңшылар сирек келеді еді. Сол тыныш жер Марина үшін құтқарушы болды. Вика оған спутниктік телефон беріп, аптасына бір рет байланысқа шығып тұруды міндеттеді. Бірінші қыс ең ауыр болды. Ешқандай бөтен дыбыс жоқ, тек Тайга мен Маринаның өзі. Кейде аңшылар келіп, азық-түлік әкелетін. Кейде Марина жақын маңдағы ауылға баратын. Глеб оған өтемақы ретінде берген пәтерді ол жалға беріп қойған еді. Марина тыныштыққа тез үйренді, тұзақ құруды үйренді. Викамен сөйлескені оған жеткілікті болды. Міне, қазірде ол телефонға жабысты. Вика, маған балалар келді, деді Марина бірден. Балалар. Бұл қандай ғажайып. Оларды 3 күннен бері бүкіл тайгадан іздеп жатыр. Қазір құтқарушыларға хабарлаймын. Жақсы, біз оларға қарсы жүреміз. Марина балаларды жинап, ауылға қарай бастады. 3 сағаттан кейін олар құтқарушылардың дауысын естіді. Сендер қайдасыңдар? Біз осындамыз, деп айқайлады Марина. Бір сәтке оған балаларды ешкімге бермеу керек сияқты болып көрінді. Тағы да ма? Неге тағы да? Бұл оның балалары емес қой. Олардың өз туыстары бар. Бірақ балалардың төбесінен шыққан иіс пен кішкентай алақандары сондай жақын болғаны сонша оның жылағысы келді. Үлкен алаңқайға Марина мен құтқарушылар бір уақытта шықты. Таня, Егор, деп бір ер адам айқайлап, оларға қарай жүгірді. Ваня аға, деп балалар қуанды. Міне, бәрі бітті, деп Марина іштей мұңайып, басын төмен түсіріп, көз жасын жасырмақ болды. Бұл сенсің бе? Деді ер адам таңғалып, жақындап келіп. Марина көзін көтеріп, қолында Таня бар Ваняны көрді. Баяғыда оған ғашық болған Иван еді. Иван. Марина, сен қайда болдың? Ал Таня мен Егор сенің жиендерің. Бұл Глебтің балалары. Глебтің бе? Деп Марина ойланып сұрады. Иә, ол сол трагедиядан кейін Аняға үйленді. Олардың кездесіп жүргеніне көп болыпты. Солай болғаны сонша, Ахатқа ол үлкен ішпен барды. Көп замай Таня мен Егор дүниеге келді. Қызық. Менде де егіз қыз бен ұл болған еді, оларда да. Иә, өмір қызық нәрсе. Ваня аға, мен Аняға барғым келмейді, деді Таня. Мен де, деді Егор. Ал олар неге анасын Таня деп атайды? Білмеймін. Глеб солай шешті. Ал оның өзі 1 ай бұрын қайтыс болды. Тыңдашы, ауылға жүр, отырып сөйлесемік, сосын мен сені қайта алып келемін. Жоқ, менің ол жақта мысығым жалғыз қалды. Ол қай жер? Қыстауда. Мен сонда тұрамын. Таня, Марина үйге оралып 2 күн бойы жылады. Оған балаларын қайтадан жоғалтқандай болып көрінді. Ал 1 айдан кейін, дәл сондай жаңбырлы күні, қыстаудың есігі тағы қағылды. Аңшылар ерте келіпті ғой. Мен оларды 1 аптадан кейін күтіп едім. Витька, сендерсіңдер ме? Деп Марина айқайлап, ілгекті ашты. Табалдырықта Ваня мен балалар тұр еді. Марина, мен саған бәрін қалай түсіндірерімді білмеймін, деді Иван қысылып. Сен біздің анамысың, деді кенеттен Таня. Мен бе? Маринаның көз алды қайтадан бұлдырап кетті. Иә, деп Иван басын изеді.
Глеб Аняға мектеп кезінен ғашық болған екен, ал ол ақымақтықпен жасанды түсік жасатып, кейін бала көтере алмай қалған. Бірақ Иван мен Глебтің әкесі мұрагерлерді талап еткен. Сол кезде Глеб бір жоспар ойлап тапқан. Баланы басқа әйел туып берсін. Ал ол әйел Марина болып шықты. Одан кейін Глебтің қолындағы бір бума ақша өз ісін істеді. Балалар құжат бойынша Анянікі болып жазылды, бірақ ол егіздерді қабылдай алмады немесе қабылдағысы келмеді. Глеб үшін де балалар ауыртпалық болды, сондықтан оларға шын жүректен қамқор болған жалғыз адам Иван еді. Оның әр келуі егіздер үшін мереке болатын. Глеб қайтыс болғаннан кейін Иван Аняға балаларды өзіне алуды ұсынды, бірақ ол ашкөз әйел еді. Балалардың мұраға таласатынын жақсы түсінді. Сондықтан олардан құтылуды ұйғарды. Ал тайга құтылу үшін ең қолайлы жер. Екі үміті үзілген баланың кездейсоқ өз анасы тұратын қыстауға тап боларын кім білген? Марина, қаласаң сараптама жасаймыз. Менің үйіме баруға болады. Барлық соттардан бірге өтеміз, егер қаласаң, балаларды заң бойынша қайтарып береміз. Ваня, мен оларды орманда жалғыз қалай өсіремін? Марина, сен мені естіп тұрсың ба? Бұл менің жиендерім. Мен оларды ешқашан қалдырмаймын. Сені де. Бір рет сені жоғалттым, енді қайталағым келмейді. Жоғалттың ба? Иә. Сен Глебті таңдағанда. Ауыр болды, бірақ бақытына кедергі келтірмедім. Әлі күнге дейін жалғыз тұрамын. Таня мен Егормен бірге маған көшіп келуге келісесің деп үміттенемін. Жақсы, байқап көрейік. Марина мен Иван шынымен де барлық соттардан бірге өтті. Ана екенін дәлелдеу, аурухана мен тексерулер, дәрігерлермен соттасу, бәрі артта қалды. Енді Иван мен Марина тағы бір сәби күтіп жүр. Ал Таня мен Егор кім жақсы есім табады деп бәстесіп жүр. Дегенмен бұның бәрі маңызды емес еді. Ең бастысы, олар бақытты болды. Егер әңгіме ұнаса, лайк батырмасын басып, мені қолдауыңызды өтінемін. Бір ғана әрекет, бірақ мен үшін өте маңызды. Бар жақсылықты тілеймін.